Сәлем досым, менің атым Эйни. Жейінде бүгінгі видеода мен өз оғлымды Итачи болып түрлі құбыжықтардан қорғайтын боламын. Жейінде сіздерге Итачидің күші қандай көп екенін көрсетемін. その車輪ガン、お前はどこまで見えている？あんたの死に様だ。 Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде құбыжықтар өте көп, яғни олар минотаврлар мен циклоптар. Жейінде бүгінгі видеода мен солардан өз оғлымды тазартуым керек. Аллай болса, видеомызды бастаймыз. Өздеріңіз көргенде достар, мына жерде минотаврлар жиналып қалған, өйткені олар мені өлтіргісі келеді. Алыңдар ал. Ема достар, мыналарды өлтіру өте қиын емес, яғни өйткені мен Итачиға айналдым достар. Бұларды слабый деп ойлап қалмаңыздар, жай ғана Итачидің соққысы өте мықты. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай достар, менде Итачидің сюрикені бар, яғни кунайы бар. Бұл кунай деген достар өте өткір нәрсе. Сондықтан да достар, мен бұларды бір соққымен өлтіріп жатырмын. Бірақ Итачи бұларды қолмен де бір соққымен өлтіретін шығар, білмеймін, енді көреміз достар. Қазір бәрін өлтіріп шығамыз. Базар жоқ достар, бізде қазір 3 незерит бар екен. Незерит деген білетін болсаңыздар достар, Майнкрафтта өте қымбат нәрсе. Олар мынандай монстрлардан түсіп жатыр, базар жоқ. О достар, мына қараңдар, мына жерде циклоп жүр. Давайте циклопты өлтірейік. Мә саған Итачи артып тастады достар бұны. Айттым ғой, Итачидің күші өте көп деп. Давайте достар, енді осы минотаврлардың барлығын өлтіріп шығамыз. О достар, мына жерде минотаврлардың нөкерлері жүр. Давайте өлтіріп тастайық оны да. Еба, бізде кеш батып келе жатыр. Қазір біз ұйықтамайтын болсақ достар, бізге хана. Өйткені түнде бұлар күштірек болып кетеді. Мына жынды ба неғып талдың айналасынан айналып жүр, мен ұрмай. Так, давайте мына жаққа барып көрейік. Ешак мына жақтан мынаған жабылып жатыр ғой біздің жауынгерлерге. Достар, егер білмейтін болсаңыздар, мынандай алтын киім киіп алғандар біздің жауынгерлер олар. Өйткені достар, олар бізге көмектеседі. Бірақ әрине олардың қазір пайдасы болып жатқан жоқ, өйткені монстрлар оларға қарағанда әлде қайда мықты. Айуан, тағы да біреу ұрып жатыр ғой мына жақта. Давай, құтқарып қалдым бро сені. Достар, мына жақта обычный криперлер жүр екен. Давайте оларды өлтіріп тастайық. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай Итачи өте мықты, сондықтан да криперлерді де бір удардан өлтіреді. Достар, сіздер ойлап қалдырған шығарсыздар, мүмкін минотаврлар әлсіз, өйткені оларды Эйни бір удармен өлтіріп жатыр, яғни Итачи бір удармен өлтіріп жатыр деп. Жоқ достар, негізі олар өте мықты, тіпті криперлердің де қайда мықты достар олар. Демалшы зомби. Достар, мен минотаврлармен төбелес жүрсем, мына жерде скелеттермен анау крипер, зомби дегендер жаман келіп тисе береді. Давайте енді оларды өлтіріп тастай салайық. Содан кейін достар, қазір бізге ұйықтайтын жер табу керек. Короче, достар, мен таңертең тұрсам, менің есік алдында мынандай циклоптар топырлап жүрді. Короче, осыларды өлтіретін боламыз. Үйден шығармай тұрғын олармен. Еба, что за фигня, нелар неғып топырлап кеткен мына жаққа. Минотаврлар шақырып келген ба, не мыналарды? Базар жоқ, еба, топырлап жүрген мыналар. Қазір достар, осылардың барлығын бізге өлтіріп шығу керек. Итачи өліп қалмайды деген ойдамын. Бірақ Итачи өте мықты екен, бұларды бір соққымен өлтіріп жатыр. Бірақ достар, Итачи да өліп қалуы мүмкін, өйткені ол да адам ғой біз сияқты. Дұрыс, бізден сәл мың есе мықтадым, яғни шиноби. Жарайды, не болса да қазір бізге енді мыналардың барлығын өлтіріп шығу керек. Достар, мына жердегі лаваға бәрі түсіп жатыр, осы монстрлардың бәрі келеді, осы лаваға түсіп кете береді. Не болса да енді мен қазір осылардың барлығын ускорениемен өлтіріп шығатын боламын. Давайте достар, бұларды садақпен өлтіріп көрейікші, садақпен қалай өледі екен бұлар. Ой, тимей қалды. Менің косойлығымның кесірінен мен оларды садақпен өлтіргім келмей қалды. Қолмен ұрып жүре берейікші, қолмен дәл тигіземіз қайта. Паркур. Анау қалай талаға қысылып қалған? Достар, мына малды қараңдар, мына мысықты жемекші болған ғой, ешак, ё-моё, циклоп. Ал егер де достар, видео қатып жатқан болса, сіздерден кешірім сұраймын, өйткені достар, мынау циклоптар жаман әлемді бұзып жатыр, сондықтан да менің Майнкрафтым қатуы мүмкін. Мынау малдар жейчелердің тамақтарының барлығын басып тастапты ғой. Еба достар, менде инвертор толып қалған, мыналарды алып жейчелердің өздеріне кейін беретін шығарым десем. Жарайды достар, енді мен қазір сандық жасап, сол сандықтың ішіне барлық заттарды салып қоятын боламын. Содан кейін оларды жейчелерге беріп, сосын жейчелер өздері тамақтарын бір нәрсе істейді. В общем, білмеймін достар, не істейтіндерін. Короче, жейчелердің өздеріне кейін беретін боламын. Ана чорттарды қараңдар, барлық нәрсені бұзып қашып баратқан. Сандық жасаймыз, достар, осы сандықтың ішіне қазір достар, мен барлық заттарымды салып қоятын боламын. Біздің сандық толды, енді достар, қай жерге салатынымды білмеймін. Циклоп келе жатыр, барлық заттарды қайтадан бұзып жатыр бұл мал. Өзің мал. Давайте достар, қазір жейчелердің егіндерінің барлығын орнына келтірейік, етпесе оларда қанша күшін салып осы егіндерді еккен болатын. Давайте орнына келтіріп шығамыз барлығын. Ал енді ұйықтауға болатын шығар.
О жоқ достар, мынаны қараңдар кім жүрген. Ё-моё, мынау кәдімгі құбыжықтар емес достар, мыналар мутанттар. Вообще олар құбыжықтардан да мықты. Бұларды өлтіру жаман қиын достар, даже Итачи келеді достар. Қазір білмеймін қалай өлтіретінімізді бұларды. Достар қазір қорққаннан қате сөйлеп жатырмын, енді білмеймін қалай сөйлеу керек екенін мынандай жағдайда. Қазір достар бір нәрсе қылып өлтіреміз. Білмеймін, оралмай да жатырмын, олар мені өте алыс жерге ұшырып жіберіп жатыр. Қазір достар мен оларды өлтіріп көретін боламын. Так, ё-моё достар, мынау ағашқа өрмелеп баратыр. Так, өлтірдік достар. Ана өлді ме өзі? Әшейін жатқан сияқты ғой анау. Өле ме мыналар өзі достар, мыналарды өлтіріп жатыр, әшейін жатыр ғой мыналар. Короче достар, мен бар болғаны 1-2 ғана зомби мутантты өлтірген болатын. Енді достар мен олардың қалай өлтіретінді түсініп алдым достар. Короче оларды қалай өлтіретінін түсініп алдым. Үшін достар оларды 3 рет осындай жерге құлату керек екен. Осылай 1 рет тұрамыз. Содан кейін достар тағы да оларды 2 рет дәл осылай құлату керек екен. Сонда достар олар өздері жарылып өліп қалады екен. Так достар, енді мына жерде менде 2-ақ мутант қалды. Давайте осыларды өлтірейік. Екеуі достар қыпылар аз қалған, давайте өлтіреміз. Я достар, екеуі же өлді, өздеріңіз көріп тұрғандай осындай жанатты өліп қалады. Жарайды достар, бұл монстрларды жеңдік. Бірақ достар, менің бір нәрсені түсінгім келіп тұр. Не үшін маған күнде монстрлар келе береді? Оны маған біреулер жіберіп отыр ма? Сосын уақытпен не болды вообще? Не уже күн батып жатыр? Мен жаңа ғана ояндым ғой вообще-то. Достар, мынаны қараңдар, тағы да маған кім келгенін, осындай пиглиндар келіп тұр. Осылар достар жаман мықты екен. Білмеймін не үшін келіп жатыр бұлар вообще маған. Яқ келдіңдер, ё-моё, келші. Динамитпен садақ атып жатыр достар, қашу керек бұлардан. Так достар, енді мына жерде тығылып қалдым осындай үйдің артынан десем. Тығыла алмайсың бұлардан достар, жаман мықты бұлар. Қалай өлтіру? Бұларды осылай 3 рет құлату керек сияқты достар. Білмеймін, қазір құлатып көремін. Егер де өлетін болса жақсы болатын еді. Достар, короче, мен мынаны монтаж кезінде айтып тұрмын. В общем, мынаны өз көздеріңмен көріңдерші. Мына момент деген вообще бомбовый экшн момент болған. Короче, сендерге қазір көрсетемін. Ё-моё достар, көрдіңіздер ме қандай экшн момент болғанын? Базар жоқ, ё-моё, әйтеуір дегенде өлтірдім ғой барлығын. Ё-моё достар, мен мыналардың қайдан келе жатқанын түсінген сияқтымын, құбыжықтардың қайдан келе жатқанын. Мына порталды қараңдар, кім құрып қойған мына порталды? Короче достар, бізге осындай порталды біреу құрып кеткен, біздің жителер өліп қалсын деп. В общем достар, мен қазір осы порталдың барлығын бұзып, сосын осы құбыжықтардың барлығын өлтіріп шығатын боламын. Достар, короче, мен мына жерден порталды бұзатын бір нәрсе іздеп жүрсем, мына жерде тағы да бір құбыжықтар келіп тұр ғой. Жарайды, қазір осыларды өлтіріп шығам. Ал соңғы құбыжықтар қалды, енді давайте өлтірейік. Достар, бұл құбыжықтар аналарға қарағанда сәл әлсіздеу екен, сонысы жақсы болды. Енді өлтірдік қой әйтеуір бәрін. Ал енді достар, мен маған айтатын әңгімем жоқ. Мынаны қараңдар, енді бізге қандай құбыжықтар келген. Әрине достар, бұл құбыжықтар маған да ешқандай жителдерге де тиіспейтін деп ойлаймын. Енді маған тиісіп жатқан жоқ. Бірақ достар, бұл түрлер өте қорқынышты, сондықтан да мен де бұларды өлтіруге тура келеді. Өйткені достар, анау жителдер қорқып, біреулерінің өліп қалатын болса, қорыққаннан білмеймін не болатынын. Короче, бұларды өлтіремін қазір. Ё-моё, не өкіп кетті мынау? Достар, мыналардың біреуін ұрғаннан бәрі жабылып жатыр ғой. Итом мынандай паутиналар топырлап кетті мына жерде. Короче достар, қазір мен бұларды өлтіремін и шықтым достар.
Бұлардың бәрін өлтіруге болады екен, бірақ достар, паутиналар жаман адамға мешет етеді екен. Иә достар, бүгінгі видео осымен соңында да келіп жетті. Егер сіздерге ұнаған болса арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетіңіздер. Достар, мен бұл видеоны жасау үшін өте көп уақытымды құрттым. Сондықтан да давайте достар, әрқайсымыз бір лайктан басайық, сосын әрқайсымыз достар кемінде 3 комменттен немесе 5 комменттен жазып шығайық. Достар, сол кезде бұл менің видеом YouTube-тың рекомендацияларына шығады. Егер де достар, сіздер егер осы нәрселерді істеген болсаңыздар, сіздерге өте үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған мен, в общем, давайте.